Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін мен сіздерге өзімнің жаңадан ойлап тапқан жаңалықтарым бірін таныстырғым келіп отыр. Ол қымыз пісетін аппарат. Ауылға барған кезде ата-анамыздың қиналып піспекпен қымыз пісіп жатқанын көреміз. Қаншама уақыт кетеді, қаншама күш жігер керек. Интернеттен қарап неше түрлі мәліметтер бар, біреуі дұрыс, біреуі бұрыс. Соңында есептеп кеп қараған кезде адам минутына 35-40 рет піспекпен пісетін көрінеді. Машинаның дворнегі дейміз, машинаның дворнегін алып, сонан переделка жасап, сваркалап, сонымен жасап шықтым. Енді таймер орнату керек, каждый 10 минут сайын өлшеп отыратын. Негізі қымызды қаншақты көп піссе, соншалықты жақсы болады деп жатады. Болашақта қымызды қалай пісіп жатыр, оның дәмі қалай болды, өзгерді ма, өзгермеді ма, сол жайлы туралы тоже және бір видео түсіріп салып өтетін болам. Барлықтарыңызды осы видеодан көріп алып жасасаңыздар болады. Ешқандай қиындығы жоқ, оп-оңай. Егер маған комментарияға жазсаңыздар, қандай машиненің заттары алынды, немен жасалды, қалай жасалды, қанша уақыт кетті. Мен сіздерге әрине жауап беруге дайынмын. Каналға жазылыңыздар, қоңырауды басып өтуді ұмытпаңыздар, өйткені әлі талай алда қызық заттар жасалынады. Сау болыңыздар. Міне, құрметті достар, нәтижесі болашақта көбіні қойып, қаншалықты дұрыс жұмыс істейді, соны көрсететін боламыз. Бізден видео күтіңіздер.